Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында тісті қалай ағартуға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тісіңіз маржандай аппақ әрі сау болу үшін не істеу керектігін біле жүріңіз. Әдемі күлкі мен сау тістер барлығымыздың арманымыз. Тұздың көмегімен тісті ағартып қатайту. Тұз қызыл иекті жақсы қатайтып, ауыздағы жараларды жазады. Сондай-ақ, аузына жағымсыз иістің шығуына жол бермей, тісті ағартады. Кез келген ұсақталған тұз тіске көмектеседі. Алайда теңіз тұзының жөні бөлек. Суға жуылған марлының бір бөлігіне тұз салыңыз да, тісіңізбен қызыл иегіңізді сүртіңіз. Бір шай қасық тұзға бір ас қасық зәйтүн майын қосып, өсімдік майынды қолдануға болады. Паста жасауға болады. Араласқан май мен тұзды қолға жағып, 5 минут бойына тісіңізді сүртіңіз. Соданың көмегімен тісті ағартып қатайту. Тіспен қызыл иекті қатайтудың ең қарапайым тәсілі тіс щеткасына аздаған паста жағып, үстіне сода себу. Мұндай әдісті аптасына 1 рет қайталаңыз. Өйткені көп қайталаса, эмаль кеуіп кетуі мүмкін. Мынадай пастаны жасауға да болады. Жарты шай қасы содаға 10-12 тамшы сутек тотығын және аздаған лимон шырын қосыңыз. Содан соң бірнеше минут бойына тістің екі жағынан мақтамен сүртіңіз. Процедура аяқталған соң 15 минут бойы ештеңе ішіп жемеңіз. Мұндай рецепт ауыздан жағымсыз иіс шығармайды. Сондай-ақ қызыл иекті қатайтып, тісті ағартады. Тісті ағартып қатайтуға арналған үй жағдайында дайындалатын паста. Қызыл иек ісігін емдеп, ауыздан шығатын жағымсыз иістен арылып, қызыл иекті қатайтып тісті ағарту үшін келесі мына рецепті қолданыңыз. 1 шай қасық ұсақ тұз бен 1 шай қасық балды араластырыңыз. Бұл қоспамен тісіңізді аптасына 1 немесе 2 рет жуыңыз. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.